Қылмысты ашу олардың басты міндеті. Криминалды полиция қызметкерлеріне артылып отырған жүк жеңіл емес. Қылмыскер өзінің міндетті түрде салатынын және қылмыстық жазаға тартылатынын білуі керек. Қазақстандық криминалистиканың, яғни қылмыс механизмдерінің ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттейтін ғылымның жетістіктері. Мынау соңғы үлгіде де автоматизированный робот деген бұл бір салғанда 96 объектін салды. Айғақсыз, мінсіз қылмыс болмайды. Біз оларды тергеу жұмысында тілсіз куәгерлер деп атаймыз. Олар бір қатар ақпарат бере алады. Қазақстандағы заң оқу орындары түлектерінің 90%-ы жедел әрекет ету қызметкерлері болып жұмыс жасауды армандайды, дейді криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Арман Оразалиев. Алайда жұмыстың ауырлығына байланысты бұл қызметте олардың аз бөлігі ғана тұрақтап қалады екен. Себебі криминалдық полиция жұмысы өте қауіпті, әрі жанкештілікті талап етеді. Қылмыскерлердің соңына түсу, атыс, торуыл, қылмыскерлермен бетпе-бет кездесу, осылардың бәріне жедел әрекет ету бөлімінің қызметкерлері сәт сайын даяр болуы тиіс. Чтобы быть оперативным сотрудником, это... Жедел әрекет ету қызметкері болу үшін туа біткен ерекше қасиеттерге ие болу керек деп айта аламын. Яғни бала кезден кез келген дүниеге асқан қызығушылықпен қарап, жағдайды сараптап, талдауға бейім болу керек. Раскрываем преступление. Жедел уәкіл жұмысының ішкі істер органдарының басқа да лауазымды қызметкерлерінің жұмысынан айырмашылығы жедел тергеу шараларын және жедел жұмысты жүргізуге мүмкіндік беретін арнайы құзырлылыққа ие болуында. Жедел тергеу жұмыстары аңду және басқа да ақпаратты жинау жұмыстарымен байланысты. Сол себепті жедел уәкілге күнделікті азаматтық киімді, күнделікті киіп жүруіне рұқсат беріледі. Ал олардың негізгі қызметі қылмысты ашу және қылмыстың жазасыз қалмау принципін қамтамасыз ету болып қала бермек. У оперативных сотрудников нет. Жедел әрекет ету қызметкерлерінде белгіленген жұмыс уақыты болмайды. Басқа мекемелердегі қызметкерлер 9-да жұмысына барады, сағат 1-де түскі асын ішеді, сағат 3-те жұмысына қайта кірісіп, кешкі 7-де үйінде отыратынын алдын ала біліп отырады. Жедел әрекет ету қызметкерлерінде мұндай күн тәртібі болмайды. Ол белгілі бір аумақтағы қылмыстық жағдайларға байланысты тәулігіне 24 сағат жұмыс жасауға міндетті. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуына байланысты соңғы жылдары кейбір қылмыстар саны артып келеді. Қарқынды дамып келе жатқан қылмыстарға тосқауыл қою мақсатында Ішкі істер министрлігі құрылымында 2004 жылы арнайы бөлім құрылды. Бұл бөлімнің негізгі жұмысы компьютерлік қылмыстарды ашу және авторлық және сабақтас құқық бұзушылықтармен күрес. Криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Арман Оразалиевтің айтуы бойынша, дәстүрлі қылмыстарға ақпараттық технологиялардың айтарлықтай әсер етуі байқалуда. Адам өлтіру, тонау, ұрлық, автокөлік ұрлау сияқты қылмыстарды ұялы телефон, компьютерлік техника, интернеттің көмегімен іске асыруда. Скиммер прокатывает карточку и фиксирует нажатые кнопки, так что можно получить еще и пин-код. Вон, видишь? Ого, он сам это сделал? Да. Әлемдік прокатқа 2015 жылы шыққан «Фокус» көркем фильмнен үзінді. Өте тәжірибелі және айлакер алаяқ жайлы хикая. Ол өзін қылмыс әлемінде судағы балықтай өте жайлы сезінеді. Оның адамдарды алдау талантын сиқырға балауға болады. Режиссер туындысын киносүйер жандар жоғары бағалады. Алайда криминалды полиция қызметкерлерін мұндай фильмдер таңғалдыра қоймас анық. Дәл осы тәрізді инновациялық технологияларды қолдану арқылы жасалатын ұрлықтар мен алаяқтық біздің елімізде де таңсық жағдай емес. Жақында ғана Астананың әртүрлі банктерінің банкоматтарына белгісіз біреулер жасырын құралғыларды орнатып кеткен. Құралғылардың мақсаты өздерінің болашақ құрбандарының банк карталары пин-кодтарын анықтау. Ең қызығы, банкоматтардағы мұндай құралғыларға қарапайым азаматтар мүлдем назар аудармайды. Одно из новшеств, например, на сегодня там. Бүгінгі таңда тағы бір жаңалықтың бірі бұл камералардың орнатылуы. Шағын камералар карталардың пин-кодын оқуға арналған.
Біз 2 апталық жұмыс нәтижесінде 2 Молдовиядан келген қылмыскерлерді тұтқындадық. Олар айтылған құралдарды Астана қаласы бойынша әртүрлі банктердің банкоматтарына орнатып шыққан. Оларға 20 факті бойынша айып тағылды және шамамен 10 миллион теңге көлемдегі қылмыстың алдын алдық. Жыл басынан бері тек ақпараттық технологиялар саласының өзінде 427 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Салыстыратын болсақ, 2014 жылы мұндай қылмыстар саны 232 болған. Еркін айналымда тыйым салынған 139,5 мың өлім тәркіленді. Трансұлттық компьютерлік қылмыстар саны да аз емес. Яғни қылмыскерлер өздері бір мемлекетте отырып, өзге ел азаматтарын алдап арбаумен айналысады, немесе басқа елдің интернет ресурстарын пайдаланады екен. Не хватает Жедел тергеу тобының құрамында оқиға орнына баратын қызметкерлер жетіспейді. Бүгінгі таңда Астана бойынша 4 жедел тергеу тобы бар. Алайда бірі ауысымға түскенде, екіншісі резервте тұруы тиіс. Бізде болса, сол 4 топ оқиға болған жерге таңмен шығады да, келесі күннің таңында ғана өз бөлімдеріне қайта оралады. Бұл жұмысымыздың қаншалықты ауқымды, күрделі екендігін көрсетіп тұр. Криминалдық полицияның жедел уәкілі негізінен азаматтардың өміріне, денсаулығы мен арына, жеке мүлкіне қол сұғу қылмыстарымен айналысады. Көп жағдайда жедел уәкіл алдында басқа адамның мүлкін заңсыз иеленумен байланысты қылмыстарды ашу мәселесі тұрады. Сондықтан, жедел әрекет ету қызметкерлерінің қылмыстарды ашу кезінде әрекеттер алгоритмі аса үлкен және аса мұқияттылықты талап етеді. сотрудники. Криминалды полиция қызметкерлері уақыттарымен санаспастан күрделі және шиеленіскен қылмыстарды ашумен, қылмыскерлерді іздеумен айналысады. Айта кету керек, криминалдық полиция қызметкерлері қылмыспен, оның ішінде ұйымдасқан қылмыспен және экстремизммен күресте әрқашан алдыңғы қатардан көрінеді. Жедел уәкілдің сәтті жұмысы үшін нұсқаларды дұрыс құру, жобалау, шашыранды деректер бойынша қылмыс көрінісін логикалық жаңғырту үлкен маңызға ие. Дұрыс нұсқаны құру жақсы логикалық ойлауды және қылмыскерлер психологиясын жазбай тануды талап етеді. Где-то видеозапись остается, где-то есть... Кей жерде бейне жазба, кей жерде куәгерлер, кейде қылмысты ашуға септігін тигізетін қылмыс іздері қалады. Ал кейде аса ауыр қылмысқа барарда қылмыскерлер алдын ала мұқият дайындалады. Мысалы, тапсырыспен адам өлтіру. Бұндай іске бел бумас бұрын қылмыскер өз әрекетін алдын ала жоспарлайды. Заттай айғақтардың көзін жояды. Ол суық қару болмауы да мүмкін. Сәйкесінше ол куәгерсіз және қолғаппен әрекет етеді. Осыларға қарамастан, біз бар біліміміз бен қабілетімізді қолдана отырып қылмысты ашамыз. Ішкі істер органдары өкілдерінің бірлескен жұмысы. Бұл қылмыстарды ашу және тергеу үшін техникалық және жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін қолданатын толықтай бір ғылым деуге болады. Заң ғылымы бола тұра, қазіргі криминалистика өз бойына гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық салалардың негіздерін жинақтаған. Мамандар, жақсы мамандар болса, қылмыс ашылмайтын қылмыс болмайды. Мамандар керек, қажыр қайрат керек, қылмыстар ашылады. Кейбір қылмыстар ашылмай жатады, ол неге байланысты? Енді қазір ашылмаған себептері бар ғой. Бірінші оқиға болған жерден мысалы дұрыс айғақты заттар алынбайды. Оның кейін адамдардың бәрі дұрыс жұмыс істемейді. Бұрын ішкі істер органдарының өкілдері қылмыс болған жерге тек фотоаппараттарын ала сала қылмыскерлерді болжаммен ішкі түйсігіне сүйсініп іздестірген. Бүгінде бәрі өзгерді. Жаңа инновациялық технологиялар қылмыстық істерді тергеудегі негізгі және теңдесі жоқ негізгі құрал. Мысалы, мына арнайы бағдарламаның көмегімен сурет немесе бейне жазбаға қарап отырып, қылмыскерлердің болжамды бет портретін жасауға болады. Тіпті куәгерлердің жорамалды сипаттауларына сүйене отырып, ақпараттық жүйе күдікті тұлғалардың бет бейнесінің бірнеше нұсқасын, олардың аттары мен мекен жайларын көрсете алады. Оқиға болғанның ізден алынған, мынау біздің базадағы саусақтың іздері. Соны салыстырып жатыр. Саусақ ізі адамның өзіне ғана тән ерекше белгілерінің бірі. Статистикалық мәліметтер бойынша, саусақ іздері бойынша тану жүйелерінің үлесі әлемде қолданылатын барлық биометрикалық жүйелердің 52%-ын құрайды. Бүгінде Қазақстан мәлімет базасында 2,5 миллион адамның саусақ ізі сақтаулы. Айта кету керек, мәліметтер базасында саусақ іздерінен басқа миллиондаған адамның ДНК үлгісі,
көлік дөңгелектерінің іздері және қылмыскерлер аяқ киімінің табан іздері бар. Бұл құралғының ең қасиеті қандай аяқ киім қалдырып кеткенін айта аламыз. Қысқы аяқ киім ба, жазғы аяқ киім ба, оның бізде базасы бар, айтып бере аламыз. Осы аяқ киім бойынша адам бойы, салмағы, іздің адам бойы мен салмағын айтып бере аламыз. Осы құрал сол үшін пайдаланамыз. Аяқ киім жиі ауыстырылатын болса, автокөліктің дөңгелектері сирек ауыстырылады. Сондықтан темір тұлпар резеңкесінің ізі бойынша көліктің маркасы мен оны жүргізетін адамды анықтауға мүмкіндік бар. Суық қару қолданылған қылмыс ауыр қылмыс деп есептеледі. Қарудың өзін оқты және оқиға орнынан алынған гильзаларды тексеруге арнайы технологиялар қолданылады. Оқ арнайы құралғыға салынып, оны егжей-тегжей зерттеп, мәліметтер базасында бар басқа да оқтармен салыстырады. Жұмыстың мақсаты бұған дейін де дәл сондай қаруды пайдаланған қылмыскерді анықтау. Оқты компьютер тексеріп шыққаннан кейін міндетті түрде айғақты арнайы микроскоп пен ішкі істер органдарының сарапшысы қарап шығады. Өте құнды айғақтарды ұқыппен арнайы қораптарда тасымалдайды. Оқиға орнында қалдырылған қаруды іс жүзінде сынақтан өткізеді. Қаруды атылған гильза оқ бойынша сынап, атылған уақытын, қашықтығын, зардап шегушінің тұрған орнын анықтайды. Жаңа оқты су ұстайды. Сондықтан артық іздің, оқты артық іздің қалмау үшін суда артық із қалмайды. Сонымен барып салыстырамыз. Бұл арнайы фотокамера бір нүктеде тұрып панорамалық және айналмалы түсірілімдер жасайды. Ол оқиға болған жердің аймағын толықтай сканерлейді. Көп заттар оқиға болған жерде асығыспен ұтылып кеткен заттардың бәрін бұл өзіне фиксировать етеді, кейін асықпай көре аламыз. Первоначально бүлінген заттардың бәрін орнына қоя алады. Қылмысты ашу үшін криминалистер ақпараттық коммуникация ғасырының барлық мүмкіндіктерін қолданады. Кейбір жағдайда кешенді сараптама қажет болады. Ол үшін криминалистикалық, химиялық, физикалық немесе биологиялық зерттеулер жүзеге асырылады. Ал мына құралғы жайында Мейрамқұл Шайкенов ерекше мақтанышпен айтты. Оған себеп те жоқ емес. Мынау соңғы үлгіде де автоматизированный робот деген бұл бір салғанда 96 объектін салады. Мысалы, 96 адамның үлгісін салады. Соның салыстырмалы құрал. Егер оқиға орнында саусақ ізі қалмаса, онда қылмыскер ұстаған немесе жай ғана жақындаған заттың шайындысы салынады. Және сол шайындының көмегімен ДНК анықталып, іздердің кімге тиесілі екені белгілі болады. Біздің қызметкерлердің ерекшелігі деп ойлаймын, бұл өзінің жұмысы мамандарын жақсы көру, уақытпен санаспау. Өзім ойлаймын, елін жерін сүю керек. Сонда ғана барып қылмыстар ашылады ғой. Бұл жерде ең бастысы тәртіп, сауаттылық, сабырлық және талдап сараптай алу қасиеттеріне ие болу керек. Мұндай қасиеттер тергеушілерге тән дейді Қазақстан Ішкі істер министрлігі тергеу департаменті бастығының орынбасары Берік Қожамбердиев. Тергеуші бұл тек криминалистика шебер емес, сонымен қатар көптеген білім салаларынан хабары бар адам. Себебі қандай да бір сараптаманы тағайындау үшін сарапшылар алдында нақты шешімін табуы тиіс мәселелерді қоя білу үшін. Ол сол ғылымның мүмкіндіктері жайлы және оларды әділ сот төрелігі мүддесіне қалай қолдануға болатынынан хабардар болуы тиіс. Оның оқиға орнын қаншалықты сапалы қарап шыққанына, оқиға орнынан қандай айғақтар жинап, жағдайды қаншалықты дұрыс сипаттай алғанына қылмыстық істің ашылуы тікелей байланысты. Бүгінгі таңда еліміздегі тергеушілер мен анықтаушы мамандар саны 5000-нан асады. Қазіргі кезде 500 мыңға жуық қылмыстық іс қаралуда, 200 мыңнан астам қылмыстық іс аяқталды. Как следователь отнесется к осмотру места происшествия? Тергеуші оқиға орнын қалай тексереді? Ол қаншалықты көп уақытын жұмсаса, соншалықты әр затқа жіті көңіл бөле қарайды, айғақтар жинайды, оларды дұрыс алады және сақтайды. Біз оларды тілсіз куәгерлер деп атаймыз. Оларды дұрыс сөйлете білсе, көптеген ақпаратқа қол жеткізуге болады. Сараптама тағайындалған кезде осы бөлшектер заттар құнды ақпараттың көзі болып табылады. Қылмысты ашу барысында қылмыстың бірнеше нұсқалары болады. Біз олардың күдіктілерге қаншалықты қатысты екендігін тексеруіміз керек. Егер сәйкестіктер болса, сәйкесінше біздің тілсіз айғақтарымыз сол тұлғаның осы қылмысқа қатыстылығын дәлелдеп береді.
Полиция қызметкерлері мен олардың жұмысы жайлы ұзақ әңгімелесуге болады. Әңгіме өзегі онша жағымды болмауы да мүмкін. Ұрлық, тонау, адам өлімі, кейде жан шошытарлық оқиғалар да тілге тиек болады. Күнделікті жұмысы сол. Біз детективтік фильмдерден көретін қауіпті және қорқынышты сәттерді бұл жандар күнделікті шынайы өмірде бастарынан өткізіп жатады.